Сәлем достар, бүгінгі видеода біз осындай капкейктер жасайтын боламыз. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Және ең алдымен менің YouTube арнама және Insta парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. YouTube арнамдағы қоңыраушаны басып қойыңыз, менен жаңа видеолар келіп отыратын болады. Ендеше кеттік. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 200 грамм қантымызды салып, миксермен жақсылап көпіртіп миксерлеп аламыз. Миксерлегеннен кейін 150 мл сүт және 50 грамм майонез және де 50 мл сұйық май қосып, осыны жақсылап араластырамыз. Және де осыған 1 чайны ложка сода мен чайны ложка уксусты касить етіп қосамыз. Және осыған 400-450 грамм шамасында ұн қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша осы массаны 2-ге бөліп, біреуіне қызыл, біреуіне көк түстерді араластырып жасасаңыздар болады. Мен солай жасадым. Енді менде осылай болып шықты. Және өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады, жасамай ақ түсті қылып пісіре берсеңіздер болады. Осыны 200 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.